Assalamualaikum қазақ елі. Bir кісінің өтінішін жерде қалдырмайын деп, мынау бұқаның төсін өлшеуді көрсетейін деп отырмын. Төсін өлшеуге керекті материалдар. Мынау жіп, басындай түйіншекте боласыз. Сосын метр, сосын мынандай тарақтар керек. Тарақтар не үшін дегенде, жақын тұрмасам дауысым естілмейді. Тарақтар не үшін дегенде бұқаның туылап кетпеу үшін. Бастаймыз. Мыналар енді күніге таралып үйренген бұқалар. Менің бойым 1.65, мына бұқа енді 1.50 қаншаға келген болу керек. 1.50 бірдеңе шығар бойының биіктігі. Жуастылған бұқалар бұл. Бұның төсін бұлай көреміз. Бисмилла. Мына бұқа екі аяғы бір жерде тұру керек. Сосын өте жуан жер емес, ең жіңішке жерін таңдау керек та. Былай тартып өлшеу керек. Тартып отырып өлшеу керек. Бұқа мына қыса басын көтеріп тұру керек. Жерге қарай жем жеп тұрмау керек. Хей. Көтер басыңды. Көтер басыңды. Көтерген кезде міне тартылар. Көтер. Міне тартып отырып өлшеу керек. Мына жерде жауырыны бар. Жауырыннан былай қарай 2 сантиметр. Былай қарай кетіп қалмау керек. Бұқаның екі аяғы бір жерде тұру керек. Сосын басын көтеріп тұру керек. Енді өлшеп алған жерімізді метрмен көреміз. Метр міне 0. 0-ге 0 келді міне. Бисмилла деп былай тартып отырамыз. Тартып отырамыз. Бұқаның төсі 2-де 2 сантиметр. Айта кететін нәрсе сол. Дұрыс өлшеу керек. Бұқа басын көтеріп тұру керек, алдыңғы аяғы мына секілді болмау керек. Жаңағындай бір жерге тұру керек. Сосын бос өлшемей тартып өлшеу керек. Мына метрмен тікелей өлшеуге болмайды. Мына метрмен тікелей өлшесеңіз, бұл жіп секілді беліне қатты жабыспайды. Сосын кестеңіз қат екен деп шығасыздар. Мына мысалы мына бұқаларды мен весаға қойып тұрып, мына бұқаны, мына 5 бұқаны весаға қойып, төсін жаңағы өлшемен өлшеп, кестеге қойғам. Арғы қорада 2 бұқа бар. Общий 7 бұқаны сынақтан көргенде 4 килограмм ары, 4 килограмм бері болған осы бұқалар. Мынау тіпті ровна болған. 1,87 болған төсі, тірі салмағы 534 болған. Кестеден көрсеңіз болады. Ары бері 4 килограмм гene шығар. 187 мен. Бұларды енді ұмытып тұрмын. Бұларда негізі 4-5 килограмм ары бері болған. Бұлардың сантиметрін білмей, мынау 234, мынау 224, мынау 244 болған. Кесте бойынша не 4 келі жоғар, не 4 келі төмен деп алсаңыз болды. Мына бұқаға гene анау алған иесінен жұма күні алып қойып, дүйсенбі күні әкелдік. Иесінен де көргем жоқ, бірақ күмәнім. Мына бұқа сатылды деп, сол 2-3 күн жем жеп тұрған бұқаға жем шөп тұрыс бермей қойған. Келгенде салмағы 294 болды, төсі 100 қанша болды. Бұл 30 килограмм разница болды. Бұл 30 килограмм көп көрсетті. Өйткені бұл мен ойлайым 2-3 күн сатылып кетті деп ашығып қалған да. Содан кейін бұл жіңішкеріп кеткен бекен деймін, білмеймін. Осы бұқадан гene бір 30 килограмм кестедегіден көп көрсетті. Кестедегі бойынша бұл 364 болу керек бола ма? 374 па? 364 болу керек те, бұл кестеде 394 шықты. Ар жақтағылар робына жаңағындай 4 килограмм. Сол. Одан кейін мынау тарақтардың артықшылығы, мына екі түрлі тарақтың ерекшелігі. Мынау мынандай тақыр қырқып тастағандарды
тарасаңыз алады да. Мынандай қатық қалған жерлеріне жақсы мынандайларды алып түсіреді, мынандай ірілерді. Енді мүлдем болмайды, жыртады, жыртып кетеді. Бұл болмайды. Бұны өте ақырын түлеп атқан кезде, жүні ұзын кезде баспай тартпасаңыз, өткір жыртып тастайды терісін. Сол. Міне бұқаларды негізі содан кейін тарап, сылап, үйретіп алсаңыз, мисал қазіргі таңда 600-дің үстінде 700-ге таяу тірі салмағы бар. Мына бұқа тулайтын болса, адам похуй болған. Соның үшін бұны адамға үйіргіп, жуас қыласаңыз, кейін қатты туламайды. Егер мына бұқаны үйретпесеңіз, мынау асау болса, адамыңды да, мына қораңды да қалған бұқаларды да өлтіреді да. Енді мынандай кішігірім бұқалар, екі жігіт сүйреп кете алмайды бұны. Асау ноқта деген ноқтаны саламыз. Келесі видео асау ноқтаны қалай ноқталаймыз. Мен сіздерге соны үйрететін болам. Асау ноқта деп неге айтылған ол? Көрсететін болам. Келесі тақырып сол. Бүгінгі тақырып ақатын қалай өлшейміз, не үшін қырқамыз, не үшін тараймыз. Және тарақ не үшін екі түрлі болады. Мына бұқалардың бәрін жаңа ғана тарап қойдым. Көзге де әдемі, түпай-түпай. Мына қонжығым, арқасы тақтай болып бара жатыр. Бұл енді алдыңғы тарғы бұқаға жеткен жоқ. Десе де соған жететін сияқты. Сосын сан мойын туралы айтайын. Мынаның екеуінің қайсысы болса да, егер санын көп тараған болсаңыз, қайсы бұқаның саны көп тарақ деген болса, сол бұқаның саны шығыңқы болады. Себебі ол жерде массаж болады. Бұлар салмақ қосқан кезде бұқа болғандық себепті саны мойны алдымен толады да, саны мойны көрнекті толғаннан кейін барып арқасына жияды. Мен көбінде әдейлеп санын мойын тараймын. Өйткені ол жерде бұларда бұды бернек деушім еді. Нелер секілді бұл жүретін жуан жігіттер бар ғой, соларда небір дәрі болмаса небір машықтарды пайдаланып, сосын денесіне керекті дәрумендерді ішіп жеп, денесі шаршағанда, яғни массаж жасайды. Бұларда сол секілді, бұларда менің алдында жем пас сайын тұр. Бұлар енді қол аяғы байлаулы болғаннан кейін терісіне еті сыймай өсіп сыздауы мүмкін. Соның үшін сыртынан тарақпен тарасаңыз, қан айналысы тездеп, терісі тез жетіліп, ішіндегі ет теріні тезірек керіп, тез сан мойын алады. Соған көмегі бар. Ол гарантия, мен сынап көргем, 2 жыл болды. Тарамайда тарап таслап көргем. Менің айтарым, бұқаға бір тал дәнді артық жегізсеңіз, бір тамшы терді артық төксеңіз, сізге беретін пайдасы 2 есе болады. Және уақытыңыздан да үнемдейсіз. Соның үшін ол ешкімнің байлау тәсілі, қағидасы қате, ананікі дұрыс, мынанікі қате демеймін, бірақ ол шындық, ақиқат. Ол жемесе салмақ аз болады. Ол ауадан салмақ алмайды, жемнен алады тікелей. Соның үшін жегізу үшін бұқаның шарт жағдайын жасау керек. Бұқаның бір жері ауырып, өне бай құрысып тұрса, ол жем-жемек түгіл дұрыс демал алмайды. Дұрыс демал алмаса, ол семірмейді. Осы уақытта негізі бұқаны мазалаған қате. Бүгін арнайы асын тазалап жатып, бір кісінің комментарийға жазған екен, өлшегенді көрсетіңіз, қалай өлшеңіз деп. Мынау енді жалғыз өзім өлшегендіктен осылай болды. Негізінде жанымда адам болып, видеоға алып тұрсам, мен айтып тұрсам, онда өте әдемі болар еді. Әзірдің көзінде де жаман болды деп ойламаймын. Сосын алдыда ішінен қан кеткен, түрі жаман болып кеткен қызыл бұқаны көріп қойыңыздар. 2 бүйірі қабысып қалған. Бұған мен ешқандай ем қолданғаным жоқ. Бұған бірінші Алла көмектесті, екінші табиғат. Бұл өзін-өзі реттеді. Әзіргі таңда жанындағы бұқалардың любойымен тең жеп тұр. Просто бұл анау күндері 1 ай, ей болмаса 15-20 күн кенжелап қалған. Сонысын енді уақыт өте келеді, қуып жетеді деп ойлаймын. Өйткені бұл организміне өкіл дәрі етілген жоқ, өздігінен реттелді. Ауру, сырқау, ашқазан, ішек, тері, мерлер ішіндегі түк бүгі түсетіне түсіп, қан жасауып кеткен жер. Енді бұл қуып жетеді бұйыртса. Менің 2 жылдық тәжірибемде қуып жетеді. Мен көбінде іші кепкен бұқа, іші аққан бұқаны қатты уайымдамаймын.
Оны жанын алса бір алады, қиын қылса өлер дейм. Бірақ әзірге ол іші аққандан, іші кепкеннен бұқам өліп көрген жоқ. Аллаға шүкір. Бірінші Алланың арқасы. Екінші сабырлықтың. Сабырмен күтіп, өзіне өзін қойсаңыз, бұқа өзін өзі реттесе, ол өзімен өзі реттеліп, өзімен өзі жазылған бұқа екінші қайта ауырмайды, көп ауырмайды. Енді бір ауырған кезде шыбжыңдап, өкіл қойып, ине чәншіп, аузына шләңгі жүгірттің ба, сол бұқаның кіргеннен шыққанша кітті көп жесе болды, іші ағып, кітті көп жесе болды, іші кеуіп шыға береді. Шыдасаңыз болды. Бірақ аса қатты ауыр дәрежеде болып, резко өлтіріп алмаңыз. Енді менің басымнан өлген бұқа көрмегеннен кейін онша қорқып атқаным жоқ. Бұйыртса, мына бұқалардың санын көрсетейін. Мына бұқалардың санына жұмыс жасадым жаңа. Мына жағыныкі түспей жатыр. Өте қою, мына жағын жаңағы тарақпен тарап түсірдім. Бұл санына қанша жұмыс жасасаңыз, салыстырмалы түрде сандар әдемі шығады. Енді бұл бұқалардың сан мойыны менше келді. Енді мына жоталарына жұмыс жасау керек. Бұқалар шалабысып тұр, яғни. Мысалы, мынау мойын сандар әдемі. Енді мынау арқасына жұмыс жасату керек. Оған қалай жұмыс жасаймыз? Жалғасты жем береміз, күтеміз, тараймыз, сылаймыз. Басқа бұқаларда емес, шығадау деген бұқаға ең соңғы бір айында жақсы қараймыз. Жиі тараймыз, жиі қадағалаймыз, көңіл көп бөлеміз. Себебі бұл тез арада шығу керек. Мына төртеуі, ана біреуі, бұйыртса үшеуі, мынаның ар жағындағы біреуді осы айдың аяғы келесі айдың басында 200-ге толса, өз есебім бойынша базарға апармақпын. Соның үшін бұларға жиі жұмыс жасайтын боламын. Аман сау болыңыздар. Келесі видео асау ноқта, яғни біреуден бұқаны сатып алып келсеңіз, оны қалай ноқталап, қалай алып келесіз? Жалғыз өзіңіз бір бұқаға қалай ауыздықтайсыз? Оның да әдіс тәсілдері бар. Ең бірінші енді осындай тарапсылап үйретіп аласыз. Енді біреудің бұқасы ол тарапсылау болмайды. Соның үшін оны қалай ауыздықтайсыз? Соны қалай алып келуге болады? Қалай алып келіп жүрмін? Мысалы, алып келіп жүрмін ғой. Сол туралы, асау ноқта туралы көрсететін боламын. Аман сау болыңыздар. Видеоға әлі күнге тіркелмесеңіз тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, әлеуметтік желілерге жолдап қойыңыздар. Біз 5000-ға енді таяп келеміз. 10.000-ға жеткен күні асықпай отырып, үйдің ішінде отырып, болмаса қорада отырып, доскаға сан цифрларды, кестелерді құрып отырып, есептеп отырып, бірінші сыныптың баласының түсінетіндей қылып, ұғынықты қылып жазамыз. Қазірше мүмкіндіктер болмай жатыр. Бірінші, чабыт аз, адам аз, кері пікір көп, сонымен қойшы деп атырмыз. Енді 10.000-ға жетсе, қолдау қуаттарлылар жоқ емес. Барларына Аллаға шүкір рахмет. Сіздердің көңілдеріңіз үшін міне видео салып жатырмын, қолымнан келгенше. Бұның бәрі сіздер үшін. Жоқ емес, бар, шүкір Аллаға. Бірақ шамалы көбейтсем, 10.000-ға жетсем деген кішкентай арманым еді. Енді бұна көріліп жатқан, жазып жатқан кісілерге ол Алла рыза болсын. Сіздермен мақтанам. Сіздерге мен ешқандай өкпем жоқ. Сол сіздер үшін мынау кішкентай оншақты керанау адамдарға ренжіп, сіздердің көңілді қалдырмаймын. Ол оншақты адамдар не қояр, не қиынса мені көрмейтін шығар, мен оны зорлап көргізбеймін. Оларға өкпелеп, сіздерді ренжітіп қоюдан аулақпын. Сіздер үшін әлі талай видеолар салып, әлі талай жаңалықтармен бөлісетін болам. Аман сау болыңыздар.